Кейбір адамдар өз өміріндегі қиындықтар мен көңілсіздікті сыртқа шығарудың жолын таппай, оны басқа адамдарға бағыттайды. Олар өз ренішін ащы сөздермен білдіріп, біреуді ренжіту арқылы жеңілдеп қалғандай болады. Біреудің жетістігін, табысын, танымалдығын көре алмай, қызғаныштан жаман пікір жазады. Бұл өз өміріне риза еместіктің бір белгісі. Кейде адамдар белгілі бір тақырыпты дұрыс түсінбей, немесе өз ойымен сәйкес келмегендіктен ашулы, дөрекі пікір қалдырады. Бірақ оны мәдениетті түрде айту орнына эмоцияға беріліп, ренжітетін сөздер жазады. Интернеттегі кейбір адамдар өздерін ешкім танымайды деп ойлап, жауапкершіліксіз дөрекі пікір қалдырады. Бұл перде артында отырып тас лақтыру сияқты әрекет. Кейбіреулер әдейі араздық тудыру үшін жаман пікір жазады. Бұл адамдардың мақсаты пікірталас қозғау, басқаларды ашуландыру. Не істеу керек? Жаман пікірлерге әрдайым жауап берудің қажеті жоқ. Әрбір адамның айтқан сөзі өз мәдениетінің айнасы екенін естен шығармау керек. Жақсы сөзге жақсы сөзбен, жаман сөзге сабырмен жауап берген абзал. Пікір жаман жазатын адамдар көп жағдайда өз ішінде қиындық көріп жүрген жандар. Оларды ренжітіп емес, түсініп қарау біздің ішкі тыныштығымыз бен мәдениетіміздің белгісі. Кейбір психолог, психиатр ғалымдар айтуда, ондай адамдардың психикасында ауытқушылық бар. Бұл да психикасындағы бір аурудың, дерттің белгілері деп айтуда. Сондықтан ондай адамдардың пікіріне көңіл бөлмеңіз, тоқтамаңыз, сынып қалмаңыз, алға қарай